Ассалаумағалейкум, жақсы киноның көрермені. Бизнес по казахской Корее фильмі туралы рецензияның жазбаша нұсқасын менің инстаграм парақшамнан немесе фейсбуктан оқуыңызға болады. Ал видео нұсқасын дәл қазір бірге отырып талдайтын боламыз. Кеттік. Бизнес по казахской Корее енді әуелгі бөлімдері сүйенген сюжеттік фабуладан айнымаған комедия. Себебі енді ол фабула өз-өзін ақтады ғой. Әбден електен өтті. Енді Нұрлан кәнігі продюсерге тән мінезбен алтын шыққан жерде белден қазуға арланбайды. Сөйте тұра енді 90 минуттық мейнстрим сюжеттің қалтарыстарын қоғамдағы кейбір тенденциялармен де, ұтымды әзілдермен де әрлей алған деп айтуға болады. Енді көңіл тапқыр жігіттің бұл перзенті былайша айтқанда коммерциялық фильм екенін алғашқы минуттан ақ қысылмай паш етеді. Алматынан дрон көмегімен құс ұшатын биіктен жариялайды, динамикалық клипке сай монтаж жасайды, жаңа позитивті хип-хоп музыка деген секілді color grading, осылардың бәрін жасағандағы мақсаты көрерменнің көңілінен шығуға деген талпыныс деп тануға болады. Бұл жақсы ма жаман? Меніңше жақсы, себебі біз енді көрермен болып 2000 теңге төлеп келгеннен кейін қайда және не үшін келгенімізді білеміз ғой. Бұл фильмнен сондай бір Тарковскийлік тереңдік күтудің қажеті жоқ. Бұл жерде барасыз, кәдімгі өз-өзіңізге күлесіз. Бір жарым сағат уақыт бойы ұмытасыз кейбір проблеманы. Сол үшін Алим Ниязбеков деген режиссер жігіт және бірқатар сценаристер тобы қолдан келген амалдың бәрін жасайды. Фильмдегі құндылықтарға тоқталатын болсақ, оның біреуі кәріс шалдың хикаясы. Қазақстанда тұрып өткен, Целиноградтың ауылында балалық шағы өткен кәріс шал Қазақстанды сағынады. Және қазақтар келген кезде жаңағы баласына ұрсады ғой. Сен неге бұларға дұрыстап тамақ бермесің, лапша бергеннен ертең қазақтар ренжиді деп алдарына ет асып әкеп, қазақша ет асып қояды Кореяда. Туған жер енді барлық адамға ортақ қой, қастерлі ұғым. Мысалы ютубқа кіріп көрсеңіз, кезінде осы Қазақстанда тұрып өткен небір неміс халқының өкілдері, орыстар, түрлі ұлт өкілдері осы Қазақстанды сағынып, жаңа балалық шақ өткен жерлерді айтып, сондай бір видеосымен бөлісетін сәттер болады. Тогда я не могла сравнить, а теперь я сравниваю. Казахи это беста. Нация, которая есть на белом свете. Яғни осы фильмде кәріс шалдың кейіпкері бұл өмірде болуы мүмкін адам, сондықтан сенуге болады. Сондай тағы бір құндылық бұл кәрістердің кәріс мәдениетінің Қазақстанға енуі, кей-поп арқылы, тағы дорамалар арқылы. Мысалы әшейінде қайнапасының алдында еліп сәлем салуға былайша мүмкін арланатын, мүмкін мән бермейтін Айсұлудың кәріс шалды көргенде істеген қылығына күлесіз. Еденге жетерлікті иіледі, шалпылдап тамақ ішеді. Кореяның сериалдарында қыздар сияқты Нұрланның арқасынан ұрып сондай бір қимылдар жасайды. Одан бөлек бетіне салған жерден пластикалық операция жасап шыға келеді ернін үлкейткісіге. Бұның бәрі кәріс мәдениетінің ықпалы деп есептеймін. Осыны авторлар күле отырып бір сынағысы келген секілді. Жомарттың Айсұлуға ешқашан түріңді өзгертуге тырыспа, мен сені осы қалпыңды жақсы көремін дейтін сөзін бір ауқымды мағынаға салып көрсек, екінші мағына шығады. Яғни ешқашан қазақтығыңнан айныма, сен сол кезде қымбаттысың, сен сол кезде былайша айтқанда оригиналсың дегенге саяды. Ал режиссер кейде комедия жанрына тән емес, визуал тәсілге бара салады. Солтүстік Кореяның алғашқы кадрларын еске алып көріңізші. Камера ракурсының агрессиялануы, монтаждың динамикасы, кадр кесінділердің ритм қуыштығы, бұның бәрі Ниязбековтың визуалдық қабілетінен хабар береді. Ал қоюшы оператор Асылхан Мелдебековтың жұмысына ешқандай әңгіме жоқ. Соңғы кездері жалпы біздің операторлық мектептің өскенін мақтанышпен айту керек. Мысалы, Еркінбек Петралиев, Азамат Дулатов, немесе Азизжан Бакиевтерді шетелдік студиялар аттай қалай алдырып жатады ғой. Себебі біздің операторларға сұраныс өте жоғары. Олар көбісі жаңа кәсіби жетілген, өскен. Қоянбаев бұл табанды продюсер ғой. Қазақша бизнестің әуелгі бөлімдерін бұл туыстық қарым-қатынасқа тіреп қойған еді. Содан айнымапты, яғни ағайынға ренжіме, ренжісең бір сағатқа ғана ренжі деген секілді осындай бір пәлсапалардың басында да соңында да бір түйіндеп өтеді. Бұнысы жақсы деп ойлаймын, себебі фильм қандай да бір құндылықты көтеру керек қой, әлеуметтік жауапкершілігі болу керек деген секілді. Жалпы отандық фильмдер бұл өзіміздің өнімдер ғой, оны қолдау, көрерменнің әрқайсының өзінің құқығындағы мәселе деп есептеймін. Дегенмен жалпы киноның ішіндегі, ол кино жанрларының ішіндегі ең қиыны бұл комедия жанры. Жалпы біреуді жылату, қорқыту оңайырақ күлдіргеннен гөрі. Күлдіру өте қиын. Сондықтан біздің кинотеатрдағы қазір доминант рөлге ие болып отырған комедия жанрының көптігі бұл бізде жалпы қиын жанрға бара алатын жігіттердің, қыздардың көптігін көрсетеді. Мәселе оның сапасында дейтін болсақ, жылдан жылға сапа өсіп келе жатқанын мойындау керек. Техникалық тұрғыдан болсын, шығармашылық тұрғыдан болсын, контенттік тұрғыдан болсын. Сондықтан да бұл киномыз біздің футболымыз секілді. Жалпы қарағанда жағдай мәз емес, бірақ бұл деген сөз өзіміздің киноны өзекке теуіп, оны ұдайы жамандап, бір тыржыңдай беруге себеп емес деп есептеймін.